Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз кері тригонометриялық функциялар жайлы айтамыз. Кері тригонометриялық функциялар дегеніміз не? Кері деп аты айтып тұрғандай, біз берілген мәнді керісінше градусқа айналдырамыз. Мысалы, егер сіздерге арк синус 2-ден 1 қылып беретін болса, біз оны керісінше синустың 2-ден 1 деген мәні қандай градуста екендігін анықтаймыз. Яғни ол 30 градус немесе пи бөлу 6 екенін анықтаймыз. Синусты солай жасаймыз. Егер де синуста іші минус болатын болса, мысалы, арк синус минус түбірасты 2 бөлу 2, ол бізде минус 45 бола салады. Тангенста солай тоже минус бола салады, алдына шыға салады. Ал косинус пен котангенста бір ерекшелік бар. Ол минус болған кезде ерекшелік. Яғни егер де косинус бізде минус болса, біз пидан азайтуымыз керек. Плюс болса ештеңе етпейді. Мысалы, арк косинус түбірасты 3 бөлу 2. Бұл бізде 30 градус болады. 30 градус. Ал енді бізде егер мысалы арк косинус минус түбірасты 2 бөлу 2 болса, біз онда қараймыз. Түбірасты 2 бөлу 2 дегеніміз ол 45 градус қой, бірақ біз пи азайту 45 градус деп жазамыз. 45 дегеніміз пи бөлу 4. Сонда бұл 3 пи бөлу 4 болады азайтқан кезде. Және де котангенсте де сондай минус болған кезде бізде оны біз пидан азайтуымыз керек. Минус 1 мысалы. Ол пи бөлу 4 бірде пидан азайтамыз. Сонда бізде 3 пи бөлу 4 болады екен. Сонда минус болған кезде біз пидан обязательно шыққан градуста азайтамыз. Мысалы есептер шығарайық. Осы есептерді конспект жасасаңыздар болады. Арк синус. Синус 2-ден 1 деген қай градуста? Әрине ол 30 градуста болады. Қосылған. Арк тангенс түбірасты 3 бөлу 3 қандай градус бізде? Ол әрине 30 градус. 30-ға 30 қосатын болсаңыздар, ол 60 градус болады. 60 градуста радианға пи бөлу 3 қылып айналдырамыз. Ары қарай екінші есеп. Арк синус жаңа ғана таптық, ол бізде 30 градус болды. Ал косинус минус болып тұр, значит біз бұл жерге пи азайту пи бөлу 4 деп жазамыз. Мұна өзі негізі пи бөлу 4, бірақ ол минус болғандықтан біз пидан азайтамыз. Сонда 30 градус қосылған. Егер пи мен қиын болса, пи дегеніміз ол 180 градус деген сөз. 180-нен 45 азайтамыз дейміз. Сонда 30 қосылған, 180-нен 45 азайтсан 135, 30-ға 135 қоссаң 165, сосын бұны радианға айналдырамыз. Ал бұны радианға айналдыру үшін біз пи бөлу 180-ге көбейтеміз. Одан кейін мәндерін қысқартамыз, шыққан градус бізде жауап болады. Екеуі бізде қысқарады, 15-ке бөлсем асты 12 болады, наны 15-ке бөлсем 165-ті 11 пи бөлу 12 болады екен жауабы. Ары қарай. Арк синус минус болса ештен етпейді. 2-ден 1 30 градус, алдында минусы бар, минус 30 деп жаза саламыз. Плюс арк синус түбірасты 2 бөлу 2 қандай градуста? 45 градус. Сонда арк дегеніміз кері деген мағынаны білдіреді. Минус 30 қосу 45, 15 градус плюс болады. Егер бұндай жауап болмаса, әрине оны радиан тілге айналдырамыз. Ол пи бөлу 180. Екеуі қысқарады да пи бөлу 12 деген нәрсе шығады. Ары қарай. Бізде ары қарай арк котангенс 2к тұрса, бұл котангенс. Түбірасты 3 бөлу 3, ол 30 градусқа тең. Плюс арк тангенс 1к тұрса, мынандай, значит, бұл тангенс. Арк тангенс түбірасты 3 бөлу 3. Бұл жерде ол минус, мынау бізде котангенс дегеніміз кешіріңіздер 60 градус болады. Ал тангенс 30 градус болады түбірасты 3 бөлу 3-те. Екеуі азайтылады да 30 градусты береді. Ары қарай. Егер мынау есептердің барлығын дәптерге конспект қылып жазып аласыздар. Ары қарай арк тангенс түбірасты 3 дегеніміз ол 60 градус. Плюс арк котангенсна 2к тұр ғой өйткені. Арк котангенс минус болса, біз пидан азайтамыз. Мынау бізде қанша градус? 30 градус. Сонда 60 қосу, 180-нен 30 азайтсам 150, екеуін қоссам 210 градус. 210 градус деген болмаса, радианға пи бөлу 180 арқылы көбейтеміз. Нөлдерін қысқартам,
пи мен 18 3-ке қысқарады да 7 пи бөлу 6 деген градусты береді. Так, ары қарай, егер мынандай 8 болатын болса, алдында біз 8 көбейту арк косинус болғандықтан, минус болғандықтан мен пи азайту пи бөлу 4 деп жазам. Минус 15 көбейтілген арк тангенс түбірасты 3 бөлу 3 дегеніміз ол пи бөлу 30 градус пи бөлу 6 болады. 8 көбейту, мұнан азайтсақ 3 пи бөлу 4 болады. Азайту, мұна екеу бізде 3-ке қысқарады, 2, 5, яғни 5 пи бөлу 2 болады. Осы жерден мен 8 мен 4-ті қысқарып жүрсем 2 болады, сонда асты 1, сонда тек 6 пи минус 5 пи бөлу 2, орта еселік берем 6-ға 2-ні, сонда 2-ден 12 пи азайту 5 пи болады. А ол дегеніміз бізде 7 пи бөлу 2. Немесе бұны негізі андай градустық өлшеммен жазсақ оңай болады. 180 азайту 45 деген сөз, минус 15 көбейту, мынау дегеніміз бізде түбірасты 3 бөлу 3 деген 30 градус. Сонда осыны просто градуспен есептей саласыздар. Соңында радианға айналдыра саламыз. Келесі кеттік есеп. Косинус, мынау ішіндегісі қандай градусты береді маған? Әрине минус 30 градусты береді. Ішіндегісінен менде минус 30 градус шықты. Міне. Мынадан менде 30 градус шығады. Мына ішіндегісінен 30 градус шығады да. А ол енді косинустың градусы болады. Және де косинус минус 30 ол бізде жұп функция болғандықтан плюс 30 болып кетеді. Косинус 30 градуста түбірасты 3 бөлу 2 жауап болады. Егер мынандайды көрсеңіздер, син бірдей болса, оларды қысқартып жүруге болады. Сонда ол минус түбірасты 2 бөлу 2. Жоқ, мен қысқартпайым деген оқушылар болса, немесе түсінбесеңіздер, былай жазамыз. Ішіндегісін градусқа айналдырамыз. Ол минус 45 деген сөз ғой. Енді сыртындағы синусымен ол синус 45 бізге қайтадан түбірасты 2 бөлу 2 минусты береді. Немесе осындай синустар бірдей болса қысқарта саласыңдар. Ары қарай, кос қысқартам, жауабы 2-ден 1. Келесі 10-шы есепін істейміз. Бұл жерде мен жазам тангенс пи, мынаны, яғни арк синус минус 2-ден 1-ді градусқа айналдырам. Ол градуспен маған минус 30 градусты береді, дұрыс па? Сонда пи қосылған минус 30 градус, плюс минус маған минусты береді. Пиді 180 қылып айналдырып жазсам минус 30 болады. Бұны енді мен келтіру формасына келтіріп жүрем ғой. 180-де өзгермейді. 180-де өзгермейді. Бірден мынау жазбайым, бірден тангенс 30 деймін. Бұл қай ширек бізде? Барлығы серіктің туған күніне келді. Барлығы серіктің туған күніне келді. 150 деген ол екінші ширек, синус плюс, значит тангенстің алдына минус қоямыз. Сонда бұл дегеніміз минус түбірасты 3 бөлу 2 деген жауап болады. Хорошо? Келесі. Бұл да тура сондай. Тангенс пи бөлу 2. Мынау біздегі котангенс түбірасты 3 деген, тангенс түбірасты 3 дегеніміз. Ол бізде 30 градусты береді. Сонда пи қосу 30 градус. Енді бұны келтіру формуласымен келтірсек, пи бөлу 2 өзгеріп кетеді котангенске. Және де 30 градус. Таңбасы, мына жерге қарай салсақ, пиға наны қоссам 120 градус, ол екінші ширекте бұл минус болады екен. Сонда котангенс 30 градус, ол минус түбірасты 3-ті береді. Келесі синус 3 пи бөлу 2. Бағанағыдай тура алдыңғы есептер сияқты. 3 пи бөлу 2. Арк косинус пидан азайтамын, бірдің өзін қарайым, ол қандай градусқа тең? Косинус 1-ге 0 градуста. 0 градуста. Сонда синус 3 пи бөлу 2 азайту пи болып кетеді. Енді бұл жерде азайту үшін 3 пи бөлу 2 дегеніміз ол 270 градус, минус пи дегеніміз ол 180 градус. Сонда синус менде шығады 90 градус. Ал синус 90 градус ол 1-ге тең. Осылай да шығаруға болады. Келесі син, мына жерді қысқартамыз. Минус 7-тен 3. Ал енді мына есепті қалай шығарамыз? Мұқият тыңдаймыз. 14-ші есеп, маңызды есеп. Мына екеуі қысқармайды. Мынаны градусқа айналдырсам, 9-дан 4 деген градус бізде кестеде жоқ қой. Бағанағы есептерде мына жерде біз
мынау түсіндірген кезде 8-ші есепте мынау градусқа айналады, градусқа айналдыра салуға болатын еді. Ал мына жерде бізде градусқа айналмайды, өйткені ол 9-дан 4 деген сан. Бұндай есептерді шығару үшін біз ең бірінші тақырыпта тригонометрияда өткен синус, тангенс, котангенстардың а бөлу б, с бөлу б деген сияқты формулаларын қолданамыз. Мысалы, қарайық. Біздегі синус альфа ол бізде а бөлу с. Косинус альфа ол бізде б бөлу с. Тангенс альфа ол бізде а бөлу б. Котангенс альфа ол бізде б бөлу а екенін есімізге салайық. Және бұл әріптердің біреуі белгісіз болса, біз Пифагор формуласы арқылы тауып аламыз. Яғни с квадрат тең а квадрат қосылған б квадрат. Мысалға бір есеп шығарайық. Мынау есеп бізге беріліп тұр екен, мынау ішіндегісі какой-то бір альфа градус болу керек қой, біз білмейміз ол қандай градус екенін. Міне арк синус 9-дан 4 ол белгілі бір градус болу керек. Бірақ біз білмейміз қандай градус екен. Бірақ біз градусын білмесек та, оның мәнін біліп тұрық қой 9-дан 4 шығатындығын. Яғни синус альфа тең 9-дан 4 деп жазасыңдар. Осы жерден бізде оның мәні белгілі, бірақ градусы белгісіз. Жарайды, градусын таппасақ та біз мәні арқылы мына жердегі косинустың нешеге тең екендігін тауып аламыз. Қарайық. Егер де бізде синус ол 4 бөлу 9 болса, оның формуласы қандай? Оның формуласы а бөлу с. Осы жерде маған б деген әріп керек, а оны бізде Пифагор арқылы с квадрат минус а квадрат арқылы табамыз. Б тең сонда с дегенім 9, яғни 81, а дегенім 4. Мына жерден қарап жатырмын, 4. 4-тің квадраты 16, және бұл түбір астына алам. Сонда бұл жерде менде шығады түбір асты 65. Бұл 65 косинусқа әкеліп қоятын болсам, косинустың формуласы менде қандай? Косинустың формуласы ол б бөлу с. Б-ны жаңа ғана таптық, ол түбір асты 65 бөлу с. Мына жақтан қарай салам, ол 9-ға тең болады. Сонда оның жауабы бізде 65 түбір астында бөлу 9 деген жауап шығады екен. Хорошо, 14-ке ұқсас есепті мен қазір тағы да сіздерге түсіндіргім келіп тұр. 15-ші есеп оңай, оны жай ғана косинустары бірдей болғандықтан біз оларды істеп саламыз. Қысқарта саламыз, бірдей болса жауабы 5-тен 2. Жаңағыдай есепке ұқсас есеп болса, міне 22. Бірден 22-ке аттайық. Мынау градусқа айналмайды, яғни белгілі бір альфа градус. Біз білмейміз, өйткені ол кестеде жоқ. Яғни арк косинус минус 3-тен 1-ді біз айналдырамыз альфа градусқа. Сол кезде бұл косинус альфамыз тең болады минус 3-тен 1-ге. Қандай да бір мәні берілген. Осы 3-тен 1-ді біз не деп аламыз? Формуласы қалай еді? Б бөлу с. А енді маған негізінде котангенс альфа керек. Ал котангенс альфаның формуласы б бөлу а. Осы жерде маған белгісіз әріп ол а. А-ны Пифагормен табам. Ол дегеніміз с квадраттан б квадратты азайтып түбір астына аламыз. С деген 3-тің квадраты 9, б дегенім 1-дің квадраты 1. А ол дегеніміз 2 түбір асты 2, немесе түбір асты 8 шықты, оны 2 түбір асты 2 деп ала салуға болады. Осы жерден б дегеніміз ол 1-ге тең, а дегеніміз 2 түбір асты 2. Енді бұндай жауап болмай қалуы мүмкін, себебі иррационалдан құтылу керек. Ол үшін мен оның бөлімі мен алымын нешеге көбейтемін? Әрине түбір асты 2-ге көбейтуім керек. Сонда асты менде 2, түбір асты 2, түбір асты 2, 2 болады, оны 2-ге өтем, 4 болады. Үсті менде түбір асты 2 бөлу 4 деген жауап онда точно болу керек. Мына жауап болу керек. Ары қарай шығарайық. Мына екеуі қысқара салады. Бұл жерде бізде 7 пи бөлу 12 шығады. Мына екеуі қысқара салады. Енді жаңа есептерге оралайық. 16-шы есепті қалай шығарамыз? Бұл жерде де мынау бізде 4-тен 1 болғанда біз білмейміз қандай градус екенін. Сонда менде шығады синус 2 альфа. Өйткені мынау бізде қандай да бір альфа градусты беру керек. А ол менде градусын білмеймін, себебі 4-тен 1 деген кестеде жоқ. Значит, арк косинусты мен теңестіруім керек қандай да бір градусқа. Арк
Косинус 4-1 қандай да бір градус белгісіз, бірақ оның градусын білмейміз, зато мәнін білеміз 4-1 екенін. Значит, бағанағы формула арқылы бұл b бөлу с. Пифагор арқылы маған a керек. A дегеніміз s квадрат минус b квадрат. Түбір астында 4-тің квадраты азайту 1-тің квадраты, 16 азайту 1, 15 түбір астында. Осы жерден енді менде синус 2 альфаны ашуым керек. Синус 2 альфаның формуласы ол 2 синус альфа косинус альфа. Енді менде байқасаңыздар синус альфаның мәні жоқ, косинус альфаның мәні бар. Енді мында әкеп қою үшін мен синус альфаның мәнін табуым керек. Ал синус альфаның мәні ол а бөлу с. Как раз таки біз аны тауып қойдық. Ол бізде түбір асты 15. Ал с дегенді мына жерден қарай салам. Ол 4-ке тең болды. Жазам 2 көбейтілген синус деген түбір асты 15 бөлу 4 көбейту. Косинус дегеніміз ол берілгендегі 4-1. Мынау косинустың мәні беріліп тұр. Сонда бұл жердегі 2 мен 4 қысқарады 2 болады. 2 мен 2 көбейтіледі да 8-ден түбір асты 15 деген жауап шығады. Қалғандарын барлығында сөйтеміз. Мынау менде белгілі бір альфа градус. Сонда бұл косинус 2 альфа. Ал косинус 2 альфа табу үшін мен бірінші наны формуласын ашуым керек. Мынаның формуласын. Бұл жерде бізде мәні арк синусты мен қандай да бір градусқа теңестірдім. Өйткені 5-тен 3 кестеде жоқ. Сонда синус альфаның градусы болмаса да оның мәні 5-тен 3. Всегда осы жазылған мәні ол синустың мәні болып тұрады. Окей, енді синус альфа дегеніміз ол уже а бөлу с екен білем. Косинус квадрат емес, кешіріңдер, 2 альфа дегеннің 3 формуласы бар. Мына жаққа жаза салайын еске түсіріп. Косинус 2 альфаның еске салсам, косинустың квадраты азайту синустың квадраты. Одан тағы да 2 формула шығады. Косинус 2 альфа дегеніміз ол 1 азайту 2 синус квадрат альфа деген формула бар. Және косинус 2 альфа деген ол 2 косинус квадрат альфа азайту 1. Қай формуланы бізге керек? Синустың мәні бар ғой. Значит, синус қана берілген мән ол екінші формуланы алғанымыз өте тиімді. 1 азайту 2 синус квадрат альфа. Сонда ол дегеніміз 1 азайту 2 көбейтілген жақшаның ішінде синустың орнына 5-тен 3-ті әкеп қоям квадрат. Болды, осы арифметиканы шығарамын. 1 азайту 5-тің квадраты 25, 3-тің квадраты 9, еще ол 2-ке көбейтіледі 18. Орта еселік мынаған мен беремін 25-ті. Сонда бұл 25-тен 18 азайту 25 азайту 18, ол 7, 25-тен 7, осы есептің жауабы. Келесі есеп бағанағыдай тура солай. Мынаны альфа қылып алатын болсақ, егерде мынаны альфа қылып алатын болсақ, бізде шығатын мәніміз альфа болса, ол тангенс 2 альфа. Ал тангенс 2 альфаның формуласы 2 тангенс альфа бөлу 1 азайту тангенс квадрат альфа. Дальше енді қарайық. Бұл жерде менде, как обычно, арк синус дегеніміз ол 3-тен 2 какой-то бір градус. Біз білмейміз қандай градус екен. Зато синус альфа градусын білмесек те, одан 3-тен 2-ні шығатын біліп тұрмыз. 3-тен 2 дегеніміз ол а бөлу с. Ал маған тангенс табу үшін тангенстің формуласы ол а бөлу б. Маған қандай әріп жетіспейді? Әрине ол б жетіспей тұр. Бұны табу үшін мен істеймін. С квадраттан а квадратты азайтып, түбірасын алам. Яғни Пифагор. С деген ол 3-ке тең, 3-тің квадраты 9, а дегеніміз 2-ке тең. 2-нің квадраты 4. Түбірасында алам, ол түбірасты 5-ке тең болады екен. Аламында мұнда мәндерін қоям. 2 көбейту. А жоқ, тангенстің мәнін аяқтайын да. А дегенім менде мұна аяққа қарасам 2, б дегенім түбірасты 5. Осы жерден ыңғайлы болу үшін мен бірден иррационалдан құтылып алайын. Өйткені жауабы да бөлімінде түбірасты болмау керек. Одан құтылу үшін түбірасты 5, түбірасты 5 көбейтем. Асты 5, үсті 2, түбірасты 5 болады деген. Мынау біздің жауабымыз. Так. Енді аламында мұнда сол мәнді жазам. Тангенстің мәнін таптым ғой. Ол менде 2 түбірасты 5 бөлу 5-ке тең. Астына жазам 1 азайту
2 түбір асты 5 бөлу 5-тің дәрежесі бар бізде квадрат деген. Все, окей, кеттік дальше. 2 мен 2 көбейтіледі, өйткені алымына барады. Бұл бізде 1-ден 4 деп жазайын, түбір асты 5 бөлу 5. Астын есептейік арифметиканы. Мынау 5-тің квадраты ол 25. Мынау 2-нің квадраты ол бізде 4. Мынау 5-тің квадраты ол жай 5 болады. Осы 4 пен 5-ті көбейтсем, менде қанша шығу керек? 1-ден жазатын болсам, 20 шығу керек. 20 деп жазам осы жерге. Енді мына бөлімінде менде азайтатын болсам, мына бөлімі менде шығады, наған орта есеп 25 берем, 25-тен 25 азайту 25, ол қысқарып кетеді да, бізде 5-тен 1 шығады екен. Ал үсті 5-тен 4 түбір асты 5 шығады екен. Бұлардың екеуінің де бөліміндегі 5-тер қысқарады да, жауабы 4 түбір асты 5 болып шығады екен. Жазып алыңыздар. Келесі есеп бізде, так, жазалыңыздар ма? Бірінші осылай жазасыздар, мынаны төменнен мынаны бәрін жазасыздар ғой. Хорошо. Келесі, мына жерде қысқартайын десең, ол тоже келмей тұр. Тура бағанағыдай система альфа, сонда ол синус альфа белгісіз. Мен арк косинусты альфаға теңестірдім ғой. Қандай да бір градус дедім оны мен, е? Так, 7-1 тең қандай да бір градус. Ал мен градусын білмеймін. Онда мен оның зато 7-1 деген мәнін білем. Осы мәні арқылы ол бізде b бөлу с берілген. Ал синус маған a бөлу с. Значит, қандай әріп белгісіз болып тұр? Әрине a әріпі. A әріпін табу үшін мен s квадраттан азайтуым керек. b квадратты түбір астына алам. S дегеніміз ол, мына жақтан қараймын, 7-ге тең 49 квадраттаймын, өйткені 1 дегеніміз ол b, яғни 1-дің квадраты 1, түбір астында 48 болады. А ол дегеніміз 48. 6 көбейту 8, 4 көбейту 12. Так, осылай қала берсін. Пока что осылай қала берсін. Онда жазайық. А дегеніміз түбір асты 48, С дегеніміз 7. Егер бұндай жауап болмаса, біз иррационалдан құтыламыз. 48 қандай екі санның көбейтіндісі, чтобы біреуі түбірден шығатындай? Әрине, ол бізде 4 көбейту 4 көбейту 3. Яғни 16 көбейту 3. Ал 16 дегеніміз түбірден шығып кетеді, 4 болып 3 қалып кетеді. Сонда бізде мынау жауабы болады екен. Енді главный есептің біріне келейік, ол 21-ші есеп. 21-ші есеп біздің соңғы есеп, одан кейін тесттердің барлығын үйге аласыздар, осылай шығарып. Синус, мынау бізде уже альфа болады. Ал мынау уже бізде екінші бұрыш, оның белгісіз бета. Өйткені бағана бізде бір ғана белгісіз бұрыш болды ғой. Ал бізде енді екі бұрыш. Сол үшін де біз бұл жерде синус альфа плюс бета деп жазамыз. Және де бізде синус альфа плюс бетаның формуласы қалай еді? Ол синкос, яғни синус альфа косинус бета. Арасы плюс болса плюс, синус альфа болды, енді синус бета косинус альфа болады. Енді осы жерден өте қатты мән беріп тыңдайық. Бірінші мен қайсысын альфа деп алдым? Мен арк синус 5-тен 3-ті тең альфаға теңестірдім. Значит, синус альфа ол бізде 5-тен 3-ке тең. Ал маған енді синус альфасы белгілі болса, оның екінші синус альфасы мен косинус альфасы керек болады. Осы жерден мен косинус альфаны табайын. Өйткені өрнекке мен қазір сол мәндерді қоюым керек болады. Енді косинус альфа дегеніміздің формуласы b бөлу с. Мынадан мен синустан a бөлу с білем. Жоқ әріпім b. Оны Пифагор арқылы табам. С квадрат минус a квадрат түбір астында. С ол 5-ке тең болып тұр, яғни 25, 3 болады, 9 тең 16, 4-ке тең. Негізінде 3, 5, 4 олар всегда бірге жүреді. 3, 4, 5. 3 белгісіз болса, 4 пен 5 арқылы 3-ті табасын. Олар, имеется в виду, егер де 3 пен 5 жазылып тұрса, b уже 4-ке тең екен жаттап алу керек. Яғни осы жерден b 4-ке тең, с 5-ке тең екен белгілі. Косинус альфа дайын. Мен қазір екі сарымен боялған мәндердің орнына қоятын мәндердің дайын тұр, мен уже міне дайын тұр, осыларды қоямын. Енді маған бетаны табу керек.
Бетаны табу үшін біз не істейміз? Тура осылай жазамыз. Бірақ менде бетаны нені теңестірдім? Уже мен оны арк синус 17-тен 8-ді бетаға теңестірген едім. Осы жерде мен бетаны білмеймін, бірақ та мен оның 17-тен 8 екенін біліп тұрмын. Хорошо, осы жерден аламыз. Синус бетаның а бөлу с екенін білеміз. Маған енді косинус бета керек. Мына жердегі тапқан косинус альфамыз мен синус альфамыз, ол синус бета мен косинус бета әртүрлі бұрыш болғандықтан, олардың мәндері де әртүрлі болады. Мына жерден таптым ғой десеңіздер, ол альфаныкін таптық біз тек қана. Маған енді бетаныкін табуым керек. Олардың формуласы b бөлу с. Міне, мен осы жерден енді тағы да b белгісіз, b-ны табу үшін тура солай с квадраттан а квадратты азайтамын. С дегенім 17-нің квадраты, 8 дегеніміз а дегеніміз 8-нің квадраты, 289, 64, 225, түбір астында 15. Мына жерде де жаттап алу керек. 8, 17, олар бір-бірімен байланысты. Үшіншісі b дегеніміз ол 15 болатындығын. 15 бөлу с 17. Немесе Пифагормен тауып аласыздар. Ол көп есеп шығарғанда уже анау үшеуі бірге жүретін мәндер ғой деп жаттап аласыздар. Хорошо, енді бізде қараңыздар. Біз нені таптық? Біз енді синус бета бар ма? Міне мына жаққа синус бета қоямын, жасылмен боялғанға. Ал косинус бетаның орнына міне мынау мәндерді қояды екем. Хорошо, давайте енді арифметикамызды шығарайық. Тапқан мәндерімізді орнына қояйық. Синус альфа қайда ол? Міне 5-тен 3. 5-тен 3 көбейту. Косинус бета міне ол 17-тен 15. Қосу арасы. Синус бета міне ол 17-тен 8. Түсініксіз болса артқа айналдырып, немесе паузаға қойып бір қарап алыңыздар. Енді косинус альфа ол мына жерде міне косинус альфа 5-тен 4 тең. Окей, енді бірінші көбейту амалдары орындалады. Көбейту амалдары орындалған кезде менде шығады 85-тен 65 плюс. Мұнда да не шығады? 85-тен 32. Олардың бөлімдері бірдей болғандықтарын алымдарын қоса салам. Болады 97. 85-тен 97 біздің 65 емес қонаяқтық. Sorry. Мына жерде мен 15 пен 3-ті көбейтіп қойғанда 65 деп шайып отырмын. Кешірім сұрайым. Бір қателігімізді түзеп жүрейік. Ондай болып тұрады. 3 пен 15-тің көбейтіндісі 45. 45-ке 32 қоссам 77. Сонда бұның жауабы 85-тен 77 екен. Жақсы, құрметті оқушылар, назарларыңызға рахмет. Үйге осы есептердің конспектісін жазып келеміз. Еске салайық, бізде енді синус дегенімізді просто арк дегеннен қорықпаймыз, оны просто градусын табамыз. Тангенсі де солай, минус болса минус, синуста минус алдына шығалады. Енді бір жаттап алатын нәрсе, ол косинус пен котангенсті арк минус болатын болса, біз не істеуіміз керек екен? Пидан азайтуымыз керек, және котангенсті пидан азайтуымыз керек. Бұны жаттап алыңыздар, жазып алыңыздар, өйстіп жасылмен бояп алыңыздар, хайлайтермен. Себебі бұл екеуі бізде ертең теңдеу теңсіздікте өте қажет болады екен. Жақсы, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар, үлгергенше көріп, тапсырманы орындап келіңіздер.